Ұлы Абайдың өлеңдер жинағының тағы бір көшірмесі табылды. Жинақ Шағатай тілінде. Онда қазақтың ұлы ақынның ешбір жерде жарияланбаған туындылары да бар дейді ғалымдар. Әзірге кітап толық аударылып біткен жоқ, сондықтан құпиялық сақталуы тиіс. Белгілісі көшірмені қарағандылық тұрғын ұзақ жылдар бойы үйінде сақтап келген. Ғалымдарға өзі әкеліп табыстаған. Бүгін Астанада Республика күніне орай қолжазбалар мен сирек кітаптардың ұлттық орталығында қолжазба елдің рухани қазынасы атты конференция өтті. Онда 2 жылдан бері жүргізілген үлкен экспедицияның қорытындысы жасалды. Жұмыс тобы Қарағанды, Петропавл, Көкшетауда болған. Жалпы экспедиция кезінде барлығы 300-ге жуық қолжазба табылыпты. Оның ішінде Сүлеймен Бақырғали мен Әл Ғазалидің де еңбектері бар. Енді біздің қазіргі мақсат осы. Ең басты бізде арнайы лаборатория бар. Лабораторияда тазарту жұмыстары, дезинфекция жұмыстары жүргізіліп, кейін оны мамандар зерттеп, сандық форматқа көшіріліп, ең қорытынды жұмысы ол мемлекеттік есепке алынады. Біздің ғалымдар оны толықтай зерттеп, аудару жұмыстары және түсініктеме қысқаша ақпаратты беріп отырады.